Сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай булочки рогалики жасаймыз. Ең алдымен жылы сүтке дрожжи қосып, қант қосып, 450 грамм дайындап қойған ұнымыздан 3 ас қасық ұнды електен өткізіп аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді бетін жауып жылы жерге көтерілем дегенше қойып қоямыз. Келесі енді ұнға жұмыртқа, қант, ерітілген сары май және тұз қосып араластырамыз. Келесі көтерілген дрожжимізді қосамыз. Біріктіріп, нан илейміз. Нанымызды илеп болғаннан кейін сұйық майымызды құйып, бір басып аламыз. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бір басып алып, 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігімен жұмыс жасайтын боламыз. Қатты жұқаламай жайып аламыз. Пышақпен үшбұрышты бөліктерге кесіп аламыз. Үшбұрышты бөліктерімізді осылай орап, рогалики жасаймыз. Қалауларыңызға қарай ортасына вареный сгущенка, шоколад немесе варенье салуларыңызға болады. Он 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Осылай қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Мен үстіне сахарная пудра сеуіп қойдым. Өте әдемі, жұмсақ және дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта тағы да видеолар салатын боламын. Менің видеомды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар.